Қай жақтың қызын аласың? Бұйырған ғой. Қазақтың қызы ма, жоқ әлде? Қалай ойлайсыз, сізге сұрақ қойшы. Мен білмеймін енді оны. Сенің жүрегің не дейді? Андай ғой. Орыстың қызын алсам, қалай біз бірімізді түсінеміз деген сұрақта. Иә. Қазақтың қызын аласың ғой. Андай ағаларым қазақтың қызын алып, әпкем жездем қазақ. Енді мен орыстың қызын алсам былай қарайды ғой, по-любому қазақтың аласың ғой. Қайдан білейін енді? Германияға құдалыққа кете ма деп отырмыз да? Қатты риза болып отырмыз бәріміз саған, шынында да. Жаныңмен кіріп кетсін, біздің тақырыпқа дәл келеді екенсің. TikTok желісінде көріп, риза болдым. Жаңағы жазуыңызды күйеуіме айттым, бізді өйстіп жазып қояйықшы деп. Және де осы тұрғыда жаңа жар жайлы сұрақтар қойылды, айтылды. Егер де өзге ұлт өкілі болып, қазақ тілінде сөйлейтін қызға ғашық болсаңыз. Мысалы, мен сияқты дейсің ғой. Анастасия сияқты. Иә. Айтады ғой, жаман ұлт жоқ, жаман адам бар дейді ғой. Бұйырғанын көреміз. Алдына сөйлемей-ақ қой, мен бүйтемін, сөйтемін ше. Евгений әдебиетке жақын екен, солай ма? Иә. Қазір енді Абай атамыздың туғанына 180 жыл. Осыған орай бір саған Абай атамыздың өлеңін оқытсақ. Енді сіздермен отырып жаңағы есіме жас күндерім шығып жатыр да. Сол есіңде бар ма жас күнің? Әлде жассың ғой енді. Иә. Жас деген жаңағы 18-ден 26 ғой. Сол Иә. 5. Иә. Оқып берейін. Сол өлеңді, иә. Ал бісміллә. Есіңде бар ма жас күнің? Көкірегін толық, басың бос. Қайғысыз, ойсыз мас күнің. Кімді көрсем бәрі дос. Махаббат қызық малмен бақ. Көрінуші еді досқа ортақ. Үміт жақын, көңіл ақ. Болар ма сондай қызық шақ? Құдай-ау, қайда сол жылдар? Махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті құрғырлар. Жалынасың, боқтайсың. Сағынасың, жоқтайсың. Махаббат кетті, дос кетті. Жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер, жылаймын. Шыдам бер, сабыр қылайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер, жамап сынайын. Назар салып тыңдағаныңызға көп рахмет.